Бүгін өте дәмді болып шығатын қаймақты пирог дайындаймыз. Пирогымыз өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Ұнымызды алдын ала илегіштен өткізіп алып, үстіне қопсытқыш, қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Видеоны аса лайк басып, менің арнамда көптеген рецепттер бар, сондықтан тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Үй температурасындағы сары майымыз салып, жақсылап араластырып шығамыз. Менің сары майым шамалы қаттылау болды. Негізі үй температурасында жұмсақ сары майды қосқан дұрыс. Бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илеміз. Жұмсақ қамырымызды илеп алып, 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салафанға салып, тоңазытқышқа саламыз. Қамырымызды салқын жерге қойып, салмасын дайындаймыз. Қаймағымызға қант, жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап, бір құрамды болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксердің керек жоқ, қолымен бір құрамды болғанша араластырып аламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, формамызға жаямыз. Формамызды алдын ала астына пергаментный бумагамызды, қағазымызды төсеп, жан-жағына майымызды жағып аламыз. Қамырымызды тегістеп алып, жан-жағына бортигімізді жасаймыз. Видеодағындай көрсетілгенде қылып, жан-жағын бір керекке қылып, бортик жасап шығамыз. Қаймақты пирогты жасап көріңіздер. Бір жасаған кезде шығады. Міндетті түрде рецептпен грамдап өлшеп жасаңыздар. Салмамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың жан-жағын қасықпен әдемілеп шығамыз. Пирогымыз піскеннен кейін міндетті түрде пирогымызды салқындатып барып, формасынан шешіп аламыз. Және де 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз.